Бәріңіз салиматес. Элчі екінші тур. Шолу. Кет. Дилетті Лиотта Камп Ноуда шешінбейтін болды. Шешіне бер. Себебі Барса бұл миссияны орындамады. Миссия орындаған Левандовский. Братан, айфонума звондан. Роберт бұл матчта көрінбеді. 5 матчқа созылған голдық сериясы тоқтады. Мюнхенде, Баварияға қарсы. Ол кеше, былай көрінді. Байерн Барсаны осылайша қатарынан 5-ші рет жеңді. Гол айырмашылығы 19-4. Бишера кезінде де көшеде қылмеспін. Ал Мюнхенде жеңілмей келеді мүлдем. 5 жеңіс, 2 тең ойын. Олар Элчіда Барсаны көбірек жеңген, чем өзге командаларға қарағанда. 9 рет. 30 гол соғып, 13 гол өткізген. Лева матчтан кейін Бавария раздевалкасында. Матчта гол соққандар Эрнандес пен Сане. Айтпақшы, Сане Элчідағы голдар саны бойынша Рональдиньоны қуып жетті. 18. Мына бір сәтте пенальти бар ма? Пікір жаз. Және Педри 100% қолды соғалмау жайлы коммент қалды. Ал енді тағы бір факт айтайық. Бавария Элчі группасында 30 ойын бойы жеңілмей келеді. 2017 жылдан бері. Сен ішпеген Гаилан, сен жемеген нәрсе мен жеп жүрмін ағыл. Апта сенсациясы. Тоттенхэм 90-ға шыдап 91-ге шыдамады. От души тышты. Мен оларға жай ғана осырып қойдым, ойдым, олар қоймады, сосын тас жері салдым. Спортинг өз алаңында 2-0 жеңді. 90 және 93-те соқты. Мұны естіп, осында келмегеніне өкінген Криштиану. Сколько можно, блядь? Сколько можно? Олар осыған дейін Элчіда ағылшын клубтарын жеңіп көрмеген еді. Тоттенхэм қашанда қаймақ бұзушы. Рахмет. Негізі биыл португалдар мықты. Бенфика сырт алаңда Ювен жеңді. Қарт Синьороға не болған? Просто қартайған ғой. Ақша бересіз? Не үшін ақша бересіз? Милик есеп ашса, Марио теңестірді. Нерес нүкте ғой. Юве қатарынан 4 матчта жеңе алмай келеді. Маусымдағы 8 ойында небәрі 2 ғана жеңіс. Аллегри аут. Спортинг Бенфикалар жарап тұр. Ал Порту өкінішке орай. Ол менікі кінәлім емес. Брюгеден олар оңбай жеңілді. 0-4. Порту өлді. Атлетико мен дұрыс па деймін ойыны. Заяц! Кончай! Заяц! Маккаби Хайфа 2002 жылдан бері Элчідағы алғашқы голын соқты. Юнайтедті 3-0 жеңіп жүрген кеше. Ал кеше есепті бірінші оп ашты ПСЖ-ға қарсы. Қайратқа гол соғылмаған Шерри ПСЖ-ға соқты. Месси теңестірді. Элчіда ол 18 елдің 39 командасына гол соқты. Бұл рекорд. Роналду 38 клубқа соққан. Ал Мбаппе PSG үшін Элчідағы 30-шы голын тоғытты. Каванидің клубтық рекорды қайталанды. Неймарда қалыс қалма. Қысқасы, бұл матчта шабуылдағы трио жарқылдады. Жол беріңдер. ПСЖ. Сұлтандар келе жатыр. Грэм Поттердің Челсидағы дебюті сәтсіз басталды. Өз алаңында Зальцбургпен тең ойнады. Есеп ашқан Стерлинг. Элчіда голды 25-тен асыра соққан екінші ағылшын ойыншысы. 4-4-3 жемісін беріп жатыр. Жаңа басшылық айтқандай. Кім айтты? Мен айттым. Менен басқа біреу айтты ма? Челси фанаттары 21-ші минутта Тухелдің құрметіне аплодисмент жасады. Бұл 2021-дегі Челсидің Элчі жеңуіне сеп болған үшін. Браво! Реал таңға жайып күйде. Маусымдағы барлық 8 матчты жеңіп отыр. Соңғы 54 жылдағы ең үздік старты осы. Келесі матч Атлетикоға қарсы дерби. Бұл турда олар РБ Лейпцигті 2-0 жеңді. Вальверде мен Асенсио фантастикалық голдардың авторы. Көзінің айналасындағы бақытын байқамайтындай, кейде біз қандай дәттеп. Анчелотти Элчіда бапкер ретінде 100-ші жеңісіне қол жеткізді. Одан көбірек жеңген бұл турнирде тек Фергюсон ғана 102 мәрте. Ситиде жақсы формада. Суперкубокта Ливерпульге жол берген екен әлі жеңілмеді. Кешеде характер көрсетті. Манчестердегі қорытынды есеп 2-1. Не үшін ұстық бәрі, не үшін? Холланд ескі командасына қарсы ойнады. Бірақ Лева сияқты емес. Ол гол соқты. Және тойламады. Элчідағы бұл 26-шы голы, 21-ші матчында. Айтпақшы, бұл гол турдағы үздік гол болып саналды. Любой нормальный игрок ана жерде баспен ұрады ғой. Ал ол аяқпен. Мүмкін Ибраның ізбасы шығар. Ибра, міне, сенен мықты игрок табыл. Мансабыңды аяқтай бер. Міне достар, негізгі ойындағы нәтижелер осындай. Элчінің алда 3-ші турын күтеміз. Халықаралық ойындар үзілісінен кейін қайта жанданатын болады. Ойларың жазыңдар. Келесі кездескенше. Сау. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін көзгелер бұл битпен сөз берем, ақталат маңдай тетерлеткен еңбектен. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін көзгелер бұл битпен сөз берем.